Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен оңай әрі тез дайындалатын пирожныйдың құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі пирожныйдың бисквитін дайындау үшін алдын ала видеодағыдай ингредиенттерді дайындап аламыз. Енді таза ыдысымызға 4 дана үй температурасында тұрған жұмыртқаны саламыз, және де оның үстіне қантты салып, миксердің көмегімен миксерлейміз. Біздің жұмыртқамыз әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Енді консистенциямызға ванильный сахар саламыз, және де ванильді салып, тағы да миксерлейміз. Келесі ұнға қопсытқышты саламыз, және де какаоны салып, құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз да, жаңағы сұйық консистенциямызға сито арқылы құрғақ ингредиенттерді саламыз. Құрғақ ингредиентті жаңағы консистенцияға салғанда, оны біз осындай кондитерлік күрекшемен төменнен жоғарыға қарай ақырындап араластырамыз. Бисквит үлпілдеп, жұп-жұмсақ болып пісу үшін жаңағы консистенцияға 2 ас қасық суды құйып, тағы да араластырамыз. Енді формаға пергамент қағазын төсейміз. Менің формамның диаметрі 30-40. Пергамент қағазының үстіне жаңағы дайындап алған консистенцияны бір келкі етіп, барлық жеріне құйып шығатын боламыз. Бұл жерде жаңағы осы консистенцияны дұрыс құю өте маңызды. Себебі біздің бисквитіміз бір келкі болып пісу үшін, яғни пергамент қағазына консистенцияны да дұрыстап құю керек. Видеодағыдай осындай кондитерлік күрекшемен осылай тегістеп, бір келкі етіп, барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Келесі пирожныйдың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 33% клейгей. Клейгейіміз өте салқын болу керек. Оның үстіне ванильный сахарды салып, жақсылап 2-3 минуттай миксерлейтін боламыз. Келесі 5 грамм желатинға 30 грамм су құйып, оны көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Келесі қаймаққа сгущенное молоконы құйып, оны жақсылап араластырып аламыз. Енді қаймақ пен сгущенное молоко қосылған консистенциямызға жаңағы клейгейімізді саламыз, оны венчикпен жақсылап араластырамыз. Келесі 5 минуттай тұрған желатинді осындай ыдысқа салып ерітіп алатын боламыз. Енді жылы желатинді жаңағы консистенциямызға құямыз, немесе желатинға бірінші жаңағы консистенциядан құйып алып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін құйсаңыздар да болады. Желатинді құйып жатқан кезде
оны тезірек араластыруымыз керек, өйткені желатиннің өзі жаңағы консистенцияда іртік болып қалуы. Дайын болған кремді тоңазытқышта 10 минуттай ұстаймыз. Келесі дайын болған бисквитті, яғни пісіп, одан кейін суыған соң оның жан-жағын осылай пышақпен біркелкетіп кесіп алатын боламыз, және де оған пропиткасын жасаймыз. Яғни сливкеге 1 шай қасық ванильный сахарды қосып, жаңаға бисквитке осылай жағып шығатын боламыз. Енді бисквиттің ортасынан біркелкетіп бөлеміз, және де оның екінші бөлігіне тоңазытқыштағы кремді жағып шығамыз. Крем жағылған бисквиттің үстіне, яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші бисквитті үстіне қоятын боламыз. Енді бисквиттің үстіне мен осындай шоколадный ганашты жағып шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Ганаштың үстіне сгущенканы осылай салып шықтым. Яғни узор салсаңыздар да болады, ол енді өз қалауларыңызға байланысты. Келесі сгущенканың үстінен осылай зубочисткамен былай сызып шықсаңыздар, яғни осындай әдемі узор шығады. Не достар, біздің пирожныйымыз дайын болды. Бұл пирожныйды жасауға кеңес берем, себебі өте оңай әрі тез дайындалады. Яғни қонақ келген кезде осы пирожныйды қойсаңыздар болады.